Құрметті алматылықтар, Алматы қонақтары, өнер сүйер қауым. Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік өнер музейінің кезекті дәріс сағаты жалғасуда. Сіздерді мен, Гүлнар Қуандыққызы Жұбаниязова, қазақ халқының киіз басу өнері туралы дәрісті көріп тыңдауға шақырамын. Киіз басу қазақ халқының ұлттық көркемдік ерекшелігімен сипатталатын қолтаңбалы өнердің бір түрі. Көне дәуірден бастап қалыптасып, бүгінгі кезде заманауи кәсіби өнерге айналған киіз басу өнері әлі де болса өзінің дәстүрлі нұсқасын жоғалтқан жоқ. О бастан тіршілік болмыста пайда болған киіз бұйымдардың көркемділігі, пішіні, түрлері, жасау әдіс-тәсілдері археологиялық қазба кезінде табылған жәдігерлердің көне нұсқалары куәлік етеді. Тарихты парақтар болсақ, Қазақстан территориясында Сақ, Үйсін, Қаңлы, Hun, Сармат тайпалары, оңтүстік Сібір, Алтай, Сырдария мен Амудария аймағы, Жетісу, Тянь-Шань жеріне дейін, сондай орталық және солтүстік Қазақстан, оңтүстік Орал аймағында мекен еткені тарихтан мәлім. Осы мәдени ошақтарда 20 ғасырдың бас кезінде айталық 1929 жылы зерттеуші тарихшы Михаил Петрович Грязин бастаған топтың таулы Алтай Пазыр қорғандарына жүргізілген археологиялық қазбада біздің заманымызға дейінгі 5 ғасырға жататын сюжетті киіз кілемдер, тоқымдар, бас киімдер, байпақтар сияқты табылған жәдігерлер мәдени тарихымыздан сыр шертеді. Әрбір археологиялық жәдігерлерден басу, пішіндеу, жапсыру, сыру әдістерінің қалыптасуы дәріптеледі. Бұл жәдігерлер кенеп бетіне әртүрлі түске боялған жүндер басылып жасалынған киізден белгілі бір сюжетті қиып салып, үстіне сырып тігу тәсілімен жасалынған. Демек, ақ пен қара киізден өрнектерін біріктіре тігіп жасайтын сырмақтың сыры осында. Бүгінде бұл киіз бұйымдар ұрпақтар сабақтастығында мәңгі жалғасқан мәдениетіміздің өшпес ізі, ерекше дәстүрлі нұсқасы ретінде музей қорында сақтаулы. Оны халықтың генетикалық және қарым-қатынастық байланысты көрсететін дерек ретінде қабылданады. Қазақстан Республикасының музей мұражайларында киіз бұйымдардың түрлері өте көп. Айталық еліміздің ірі музейлерінің бірі Әбілхан Қастеев атындағы Қазақ Республикасының Мемлекеттік өнер музей қорындағы өзіндік көркемдік композициясыменен, келісімді өрнегімен, дәстүрлі нұсқасымен ұлттық ерекшелікті сипаттайтын жәдігерлер 1970-80 жылдар аралығында Қазақстанның барлық аймақ өлкелерінде жүргізілген экспедициялық жұмыстар кезінде жинақталды. Қордағы 50 жылдардан басталатын киіз бұйымдардың көркемдік ерекшелігін, олардың тұрмыста қолдану негізін танып білуге, зерттеуге еліктіреді. Қордағы ерекше құнды экспонаттардың бірі ақ пен қара жүннен өрнектеліп басылған текеметтер өзгеше композициялық шешімде көркемделген. Бұл текеметтерде бітпес, құс қанат, қаңқа, омыртқа, қос мүйіз өрнектерді бір-біріменен үйлестіре үндестірген. Тіршілік болмысында орны бөлек текеметтердің бір түрі ол шетіне су өрнегі салынып, немесе өрнексіз басылған ақ текеметтер арнайы дайындалған. Мұндай текеметтер хан көтеру рәсімінде, ақ киіздің үстінде бесікті қойып, ақ тілекпенен нәрестені бесікке салу ғұрпында, ұзатылған қызды ақ киізге отырғызып, некесін қиюға қолданған. Сондай-ақ өзінің қанық ашық түстермен өрнектелген текеметтер аймақтық ерекшелікті айқындайды. Оңтүстік өңірінің текеметтері қанық қызыл түсті фонға 3-4 шаршыны орналастырып, қошқар мүйіз өрнектерді көлемдетіп салып, ал қайма жиегіне көбінесе толқын оюын ақ қара немесе қызыл қара түрмен көркемдейді. Ал солтүстік, батыс және шығыс өңірінде басылатын текеметтің композициялық шешімі ойластырылған өрнектерді бірнеше түрлі түсті талдырмадан қиып дайындап, шеге тартылған жүн бетіне келістіріп салып, сол өрнектердің шеттерін жіңішке шүйке жүнмен түстеп сәндеп шығады. Мұндай әдісте басылған текеметтің өрнектері түзу әрі тез басылады.
Текеметтердің көркемділігі және құрылымдық композициясы сиқырлы дүние тылсымын, ондағы руханилықты тіршілік болмысынан сыр шерткендей әсер аласың. Халық шеберлері киіздің сәндік қасиетін ұтымды пайдаланып, күнделікті тұрмысқа қажетті, көшіп қонуға ыңғайлы әртүрлі қаптар жасаған. Металлық аяқ қап, төсек қап, кесек қап, тең, сандық қап, шай киіз, пөстек, тоқым, ат жабу. Бұл бұйымдардың текеметтен ерекшелігі олардың пішінінде, көркемделуінде және көбінесе ақ киізден жасалуында. Қаптар пішіні төртбұрышты, түп жағы доғалдау және дөңгелектеу келеді. Шеберлер дайын болған қаптардың бетіне біз бастырма кесте және сырып тігу әдісімен әртүрлі түсті жіптерден өрнектер тігіп және қап жиегіне шашақтар жасап дайындайды. Шашақтарды иірілген жіптен немесе өлі жүннен дайындайды. Кейбір қаптардың екі жақтауы мен түбін айналдыра жібіліп, бақырама тоқып, етегіне моншақ қосып, шашақтап бітіреді. Ал сырып тігіп жасайтын қап теңдердің оң бетіне сәтен мауыт матадан өрнектеп қиып салып, жіппен кестеліп немесе оңды солды шым ширатылған жуандау жіппен жиектеп тігеді. Ал сырмақтар сол басу әдісімен дайындалған ақ пен қара киізден келістіріп өрнектерді қиып, бір-біріне біріктіріп тігіп, екі өрнектің ортасына оң теріс ширатылған жіппен шаш өрім тәсілімен жиектейді. Материал сырап болмау үшін екі түсті киізге бірдей өрнек салып ойып, сонда біреуі қара өрнегі ақ, ал екіншісі ақ өрнегі қара сырмақ дайындалған. Өрнектердің араларын кенеп жіппен сырып тігіп шығады. Осыдан сырмақ деп атаған. Аталмыш бұйым жерге төсеу, кереге ілу үшін жасалынады. Киіз басу бірнеше үрдістерден тұрады. Киіз басуға қойдың күз айында қырқылған жүні, яғни күзем жүн. Ал киіз бұйымдардың шашағын, жиек жіптерін көктем айында қырқылған жүнді қолданады. Оны өлі жүн деп атайды. Жүндердің шайырын сабынды суға жуып кептіріп, сосын ешкінің терісінен жасалған тұлаққа салып, сабаумен сабап, шаң тозаңынан тазартады. Дайын болған жүндерден киіздің немесе текеметтің астар салымын шиге салып, сабаудың ұшымен сілкелей шабақтап тартады. Бір айтып кететін жайт, киіз басатын үй егесі ауылдың қас шеберлерін арнайы шақырып, сияпат жасаған. Олар шабақтаушы, өрнектеуші, шүйкелеуші, түр салушылар. Олар өз ісіне әбден машықтанған шеберлер. Текеметтің өрнегі келісімді түзу болу үшін оның көлеміне қарай қай жеріне қандай өрнек түседі, қандай әдіспенен көркемдеу керек, соны шеберлер бас қосып тұжырымдайды. Айталық қайма жолы, орта бөлігіне салынатын шаршы, немесе басқа пішін, және шаршылар арасындағы қолтықша бөліктері. Өрнек жүргізетін жүнді бір келкі және уақытында шүйкелеп беріп отырады. Сол салынған өрнектің іші сыртына түрлерді үйлестіріп көркемдейді. Өрнектеліп көркемделген жүннің үстіне қайнаған суды шетінен бүркіп шашып, оны шимен бірге тығыздай орап, көрмеп байлап, тағы да шиді айналдырып отырып ыстық суды құйып шығады. Сосын 10-12 адам әрі-бері 1,5-2 сағат бойы тепкілейді. Тепкіліп болған соң шиді ашып, киіздегі әрі-бері жылжыған өрнектер мен түрлерді қалпына келтіріп, білектеу әдісіне әрекет жасайды. Өрнекті киіздің алдымен 2 ен жағынан, сосын ұзыншақ жағынан шеберлер ортаға айналдырып орап, білектеп бір-біріне соққылайды. Бұл әдісте алма кезек ортадан шетке, шеттен ортаға қарай орап отырып білектейді. Жүндердің бір-біріменен толық біріккенше білектеу әдісі 1-1,5 сағатқа созылады. Білектеудің арасында текеметті ашып, оны бүктеп бір қолымен сілкей, алақанмен сабалап, қисық жиырылған жерлерді түзелеп отырады. Оны қарпу деп атайды. Бар әдістерді орындап болғанша киіз суып қалмау керек. Дайын болған киіздің өзін шидің үстіне еселеп орап, жылы суды құйып жуу әдісін жасайды. Оны кірлеу деп атайды. Кірлеу 2-3 рет жасалынады.
кірлеп болған соң текеметті шидің үстіне жайып кептіреді. Құрметті көрермендер, бүгін қазақ халқының киіз басуы туралы толық мәлімет алдыңыздар деп ойлаймын. Енді осы дәрісімізді әрі қарай шеберлік сағатыменен жалғастырамыз. Киіз басу үшін біздерге әртүрлі түстегі жүндер керек, сабын, ыстық су, сонымен қатар шидің орнына біз целлофан қолданамыз. Бас бармақпенен жайлап жұлып алып, оны кәдімгідей жұп-жұқа қылып салып шығамыз. Астарымыз дайын болды. Енді осының үстіне біз ақ жүннен қарама-қарсы тігілген саламыз. Бұл процесс жүндердің бір-біріне жақсы жабысып байланысу үшін қарама-қарсы салынады. Үстіне жасыл жүннен жіңішке қылып күйкелеп жасап алып, біркелкі қылып, оны мен жасап атқан киізіме саламын. Қазір қайма жолын салып отырмын. Шет жақтан сәл ортаға қарай қызыл түспенен шеткі оюды саламын. Шеткі оюға су өрнегін салуға болады. Толқын дейміз. Шетіне су өрнегін салып біттік. Ортасына шаршы, шаршының ішіне қошқар мүйіз өрнегін салдық. Ортадағы шаршының 4 қолтықшасына итқұйрық өрнегін салдық. Негізінде итқұйрық өрнек ауыл арасының достығының белгісі. Кішігірім текеметіміздің ою өрнегін салып біттік. Енді басу процесіне көшеміз. Бетіне жапқан матамыздың шет-шетін қайтарып, түзу қылып шетін жөндеп алу керек. Жайлап ыстық суымызды құямыз үстіне. Үстінен басамыз. Ою өрнектеріміз жылжып кетпеу керек. Сабынымызды көпіртіп, матаның үстінен жағып шығамыз. Бұқалау процесін әрі қарай жалғастыра береміз. Киіздердің бір-біріне бірігуі үшін біраз уақыт сабынның көбігін шығарып бұқалау керек. Енді біз астындағы целлофанға орап, оны біраз дөңгелетеміз. Целлофан сыртынан матаға ораймыз да, теңкеткендей қылып айналдырып шығамыз. Айналдырып болдық. Енді киізімізді ашып көреміз. Шет-шетін түзіліп. Енді келесі процесс соқ-соқ жасау. Соқ-соқ жасауды қазіргі кезде шеберлеріміз жеңіл түрі әрі тез басылу үшін бірінші мыжғылап аламыз. Содан кейін киізді соқ-соқ жасап айналдырып ұрып шығамыз. Ашып көреміз. Жүндерді жұлып көреміз. Жақсы басылғаны көзіміз жеткізгеннен кейін киізімізді жақсылап суға жуып аламыз. Сабынын кетіріп, бір-екі рет таза суға жуып тазалап аламыз. Дайын болған киізімізді қараймыз. Кем-кетігін түзелейміз. Астар жағын,
екі жағын соқ жасап болғаннан кейін таза суға 1-2 рет жуып аламыз. Оны дәстүрлі киіз басу әдісінде кірлеу деп аталынады. Сонымен біздің киізіміз дайын болды. Кішігірім текеметіміз осымен әдемі болып шыққанына көзіміз жетті. Қазақ халқының киіз басу өнері туралы лекцияны тыңдап, мастер-класты көргендерің үшін көп рахмет, риза солығымды білдіремін. Халықтық өнерінің әрбірінде тәрбиелік мән жатыр. Айталық іс барысында ауыл шеберлерінің басы қосылып, әңгіме дүкен құрып, қазан көтеріп, соны тойды маңға айналған. Мұндағы басты мақсат тәжірибе алмасып, келешек ұрпақтың сабақтастығын ескере өнер туралы, оның жасаудағы дәстүрлі заңдылығын айтып, көкейлеріне кестелеген, сана ұғымына жеткізіп отырған. Бұл да халықтың әдеп ғұрыптық сипатына енген өнердің бір түрі десек те болады.